Сәлем барлықтарыңызға. Бұл видеода 2023-24 оқу жылында өткен ауыл олимпиадасы математика пәнінен 10 сыныптар үшін бірінші бастапқы кезең 8-ші есепті шығарамыз. Шаршының бір бұрышының төбесі шаршының центріне түсетіндей етіп белгіленген. Нәтижесінде 5 бұрыш пайда болды. Суретте көрсетілгендей. Шаршының ауданы алынған 5 бұрыштың ауданынан 8 сантиметр үлкен екені белгілі дейді. Шаршы қабырғасының ұзындығын табыңыз дейді. 5 бұрыштан бастапқы шаршының ауданы 8-ге үлкен дейді. Ненің есебінен үлкен? Мына жерде тұрған 3 бұрыш, тік бұрышты 3 бұрыштың ауданының есебінен үлкен болып тұр. Мына 3 бұрыштың ауданы 8 болса, мына жерде 8. Мыналардың әр қайсы 8-ден болады. Барлығы бір-біріне тең. 8 көбейтілген 8 болды. 64 болады екен. Мына шаршының ауданы 64 болады екен. Шаршының қабырғасы түбірасты 64 болады. Сонда 8 болады екен. 8 деген жауап дұрыс болады. Мына есеп шықты. Сау болыңыздар.